Егер Алла елшісі бұл дүниеде болғанда, сендердің бұл жағдайларыңа көз жұмып қоймаушы еді. Егер жақсы жаққа қайтуды қаласаңдар, мен сендерге барлық нәрсені айттым. Алланың алдындағы сауапқа ұмтылсаңдар, оған оңай жетесіңдер. Өзіме және сендерге Алланың жәрдемін тілеймін. Иса хауарилеріне: уа хауарилер, дүниеге берілгендер дүние үшін діннің әлсізденуіне разы болғандай, сендер де діндеріңнің сақталуы үшін дүниелік қиыншылыққа шыдаңдар деп айтқан. Бұл туралы Абдулла ибн Мүбәрәк былай деген: көп кісілер діні, иманы әлсіз болса да, соған қанағат қылып жүре береді. Ал енді дүние істерінде азға қанағат қылғанын көрмейсің. Олар байлық, билік, мансап үшін діннен алыс қалғандай, сен де дін үшін дүниеден ұзақ бол. Иса: ей, өз амандығын дүниеден іздеген пенде, сенің амандығың үшін ең қайырлысы дүние сүйіспеншілігін жүректен шығарып тастау деп айтқан. Пайғамбарымыз: менен кейін бір дүниеге тап боласыңдар, отынды жаққандай, ол да сендердің имандарыңды жалмап кетеді деген. Алла тағала Мұсаға: дүниеге қызыға көрме, өйткені менің алдыма сен алып келетін ең ауыр күнәң сол, деп уахи қылды. Бір күні Мұса жолда бара жатып жылап отырған кісіні көреді. Біраз уақыттан кейін сол жолдан әлгі жылаған кісіні жолықтырады да Алла тағалаға: уа жаратқан ием, пендең сенен қорқып жылап жатыр дейді. Алла тағала Мұсаға: уа Мұса, сен көрген кісінің көзі жылап отырып ағып қалса да, дұға қылып жатып қолдары жерге түсіп қалса да, оны кешірмеймін, өйткені ол дүниені сүйеді деп жауап береді. Хасан Басри бұл дүниені аманат деп біліп, сенімді қолға өткізіп беріп, жауапкершіліктен құтылып, бұл дүниеден өтіп кеткен пенделерге Алла рақым қылсын. Дін жолында жарысуға әрекет жасаған кісілермен жарыс. Дүние жинау үшін сенімен жарысқан кісілерді дүниемен бетке ұр деген. Лұқпан Хәкім ұлына былай деп насихат қылады: ұлым, бұл дүние терең теңіз, оған көбі шөгіп кеткен. Демек, онда сапар тартқанда мінген кемең тақуалық, кеменің жүгі Аллаға иман және желкені Аллаға тәуекелдік болсын. Бәлкім, сонымен шөгіп кету қорқынышынан құтыласың. Одан басқа жолмен құтыларыңа сенбеймін. Фудайл: біз жер бетіндегі барлық нәрсені сол жердің ажарын келтіретін әшекейі етіп жараттық. Осылайша адамдардың арасынан кім игілікті іс істер екен деп оларды сынап көрудеміз. Расында, біз жер бетіндегі барлық нәрсені құп-құрғақ топыраққа айналдырудамыз, және адамдардың сынақ мерзімі біткенде олардың барлығын түгелдей топыраққа айналдырамыз деген аят мені терең ойға салды деп айтқан екен. Бір данышпан былай деген: бұл дүниеде сен жолықтырған нәрсенің бәріне сенен бұрын біреу жолыққан, және сенен кейін де біреу жолығады. Сенің бұл дүниеде несібең кешкі тамақ пен бір күндік азық. Сол үшін өзіңді құрбандыққа шалма. Бұл дүниеге қарата ораза ұстағандай бол, ақыретке қарата ауыз ашқандай бол. Өйткені бұл дүниенің байлығы жоқтық, алып келгені тозақ. Бір монахтан уақытты қалай бағалайсың деп сұрағанда, денелерді қартайтып, үміттерді жаңалайды, өлімді жақындатып, тілек мақсаттарды алыстатады деп жауап берген екен. Бұл дүниеде өмір сүріп жатқан кісілер туралы қандай ойдасың деп сұраса, дүние кімнің қолына тисе, ол шаршайды. Кім оған жете алмаса, бар күшімен оның артынан қуалайды деп жауап берген. Басқа бір данышпан: бұл дүниенің ең үлкен кемшілігі кісілерге тәтті болған нәрсесін шектен тыс не кем беруі деген. Суфиян Саури айтады: бұл дүние нығметтері Алланың қаһарына қалған секілді әрдайым лайықсыз кісілердің қолына тиеді. Әбу Сүлеймен Дарани: дүниеге қызыққан кісіге одан бір нәрсе тисе, тағы көбірегін қалайды. Ақыретке ғашық болған пендеге одан бір нәрсе берілсе, тағы көбірегіне ұмтылады. Бұның да әлгінің де аяғы жоқ деп айтқан. Бір кісі Әбу Хазимге: менің жұртым болмаса да,
бұл дүниені сүйгенім үшін өз жағдайымды жақсы көрмеймін, саған өзімді арызданамын дейді. Әбу Хазим ол кісіге: Алла саған бұл дүниеден берген несібеге ықтиятты қара, оны адал жолмен тауып адалға жұмса, сонда дүние сүйіспеншілігі саған ешқандай зиянын тигізбейді деп жауап береді. Әбу Хазимнің жауабының себебі төмендегідей: дүниені сүйгені үшін оны сынға алатын болса, ол кісі қатты қайғырып, бұл дүниеден көңілі қалып, өлгісі келер еді. Яхия ибн Муаз былай деген: бұл дүние шайтанның сауда орны. Шайтанның сауда орнынан еш нәрсе ұрлама. Ұрланған нәрсесін іздеп шықса, сені ұстап алады. Әбу Хазим: дүниеге беріліп кетуден сақтаныңдар. Білгендерден естігенім бойынша, дүниені жоғары құрметтеген кісі қиямет күні Алланың алдына әкелінгенде оған: міне, осы пенде Алла мән бермеген істерді жоғары қойды деп айтылады дейді. Ибн Масхуд айтады: бұл дүниеде бәрі қонақ. Мал-мүлкі аманат, қонақ кете береді, аманат қайтарылады. Рабия бір күні достарына кездесуге барады. Достары бұл дүниенің жамандықтары, зияндары туралы сөз қозғайды. Сонда Рабия: бұл дүние туралы айтқандарың жетті, тоқтатыңдар. Егер ол жүректеріңді жаулап алмағанда, ол жөнінде мұншалық көп айтпаушы едіңдер. Айтқан сөзіме құлақ салыңдар. Бір нәрсені жақсы көрген кісі ол жөнінде көп айтады дейді. Лұқпан данышпанұлына: ұлым, ақыретің үшін бұл дүниеңді бер, екеуін бірдей табасың. Бірақ бұл дүниең үшін ақыретіңді берме, екеуінен бірдей айырыласың деп насихат айтқан. Мутарриф ибн Шихир айтады: патшалардың шалқыған өміріне емес, олардың дүниеден тез өтуіне және жаман нәтижесіне қара. Ибн Аббас: Алла тағала бұл дүниені үшке бөлді. Бір бөлігі мүміндікі, бір бөлігі мұнафықтікі және қалған бөлігі кәпірдікі. Мүмін өз үлесін өзіне азық қылады. Мұнафық тапқанымен масаттанып мақтанады. Кәпір болса өз үлесінен қалағанша пайдаланады деген. Бір данышпан: дүние өлексе, одан үлесін алуды қалағандар иттермен бірге өмірге шыдау керек деп айтқан. Әбу Дарда айтады: бұл дүниенің Аллаға ұнамауының себептерінің бірі сол жайда ғана Аллаға қарсы шығулар болады. Сол себепті Алланың алдында ұлы дәрежелерге жету үшін бұл дүниеден бет бұру керек. Әбу Умама әл-Бахили айтады: Әзірет Мұхаммедке пайғамбарлық берілгенде, шайтанның көмекшілері Ібліске келіп, жаңа пайғамбар жіберілді, жаңа үмбет пайда болып жатыр деп хабар берді. Ібліс: бұл үмбет дүниені сүйе ме деп сұрайды. Көмекшілері иә деп жауап берді. Сонда Ібліс төмендегілерді айтты: егер дүниені сүйсе, олардың пұттарға сыйынбауы мен үшін маңызды емес. Мен күні-түні оларға жақындап, оларды үш нәрсеге: арам жолдармен мал байлыққа ие болуға, арам және күнә жолда жұмсауға, лайықты жақтарға жұмсауға тосқауыл болуға азғырамын. Бір кісі Әзірет Әлиге: уа мүміндердің басшысы, бізге дүние туралы айтып берші дейді. Әзірет Әли оған: саған дүние туралы не айтам? Бұл жерде сау кісі ауырады, жай жүрген кісі өкінішке ұшырайды, жарлының жаны сыздайды, бай түрлі қиыншылықтарға душар болады. Адалдан тапқаныңның сұрағы, арамнан тапқаныңның азабы, күмәнді байлықтың айыбы бар деп жауап береді. Сол сұрақ басқа бір мәрте Әзірет Әлиден тағы сұралады. Әзірет Әли: жауабым қысқа болсын ба, әлде ұзын ба деп сұрайды. Қысқа болсын деп айтылғанда, Әзірет: дүниенің адалы сұрақ, арамы азап дейді. Малик ибн Динар айтады: арбап алушы дүниеден қорқыңдар, ол ғалымдардың жүрегінде сиқырлап алады. Әбу Сүлеймен Дарани: ақырет жайғасқан жүрекке дүние келсе, ақыретті қуып шығарады. Ал енді дүние жайғасып алған жүрекке ақырет кірсе, оны қумайды. Өйткені ақырет сыпайы және абыройлы, ал енді дүние пәс деген.
Бұл фәни дүние мен ақыреттің қарама қайшылығы туралы айтылған ауыр сөз. Сайяр ибн Хакамның бұл мәселе туралы айтқаны дұрысырақ деп ойлаймын. Ол, дүние мен ақырет бір жүрекке кірсе, қайсысы басым болса, келесісі оған бағынышты болады деген. Малик ибн Динар, дүние үшін қаншалықты қайғырсаң, ақырет туралы ой жүрегіңнен соншалық алыстайды. Ал енді ақырет жөнінде қайғырғаныңа сай дүние қайғысынан алыстайсың деп айтқан. Хасан Басри айтады: Құдай куә, өмірім дүниеге топырақтайда мән бермеген кісілердің арасында өтті. Дүние батты ма, шықты ма, ол тарапқа бағыт алды ма, не бұл тарапқа ма, ол кісілер үшін еш қызығы жоқ еді. Бір кісі Хасан Басриден Алла берген байлықтың садақа деп беріп, жақындарын да қолдаған кісі туралы не айтасың? Мынадай кісі байлығын қалағанындай жұмсап, өмір сүргені дұрыс па? деп сұрайды. Хасан Басри: жоқ, дұрыс болмайды. Бүкіл дүние оныкі болса да, зәру мұқтаждықтарын қамсыздап, орны есебімен жұмсап, жиналған байлығын қолда жоқ болып қалған күндеріне сақтауы керек дейді. Фудайл: егер бүкіл дүние маған адал қылынып, ақыретте одан сұраққа тартылмауым маған білдірілсе, мен бәрібір алдынан шыққан өлімтік киіміме тимесін деп жиіркегендей дүниеден жиіркенемін деген. Риуаятқа қарағанда Әзірет Омар Шамға келгенде, Әбу Убайда оны жалаң қабат шылбырлы жайдақ түйенің үстінде тосып алды. Омар Әбу Убайдаға сәлем бергеннен кейін оның хал жағдайын сұрады. Содан соң оның тұрып жатқан үйіне барды. Үйінде қылыш, қалқан және ер тоқымдардан басқа нәрсе көзіне шалдықпады. Әзірет Омар Әбу Убайдаға: біраз дүние жинамайсың ба дейді. Әбу Убайда: уа мүміндердің басшысы, бұлар бізді мазарға алып барады деді. Суфиян Саури: дүниеден денең үшін, ақыреттен жүрегің үшін ал деген. Хасан Басри: Аллаға ант етейін, Исраил ұлдары бұрын Аллаға құлшылық жасап жүріп, кейін дүниеге беріліп, пұттарға сыйына бастады деп айтқан. Уахып ибн Мунабих бір кітапта оқығаным бойынша, бұл дүние ақыл есі орнында болған кісілер үшін олжа, надандар үшін беймәлім мекен. Ол жерден кеткенге шейін оны тани алмайды. Кеткеннен кейін қайта қайтуды сұранады, бірақ қайта алмайды деген. Лұқпан Данышпан ұлына бұлай деп насихат қылады: ұлым, дүниеге келген күннен бері әрбір өткізген күніңмен бірге дүниені артта қалдырып, ақыретке бет алып бара жатырсың. Әр күні қадам сайын жақындаған үйің, қадам сайын алыстаған үйіңнен тағы жақынырақ. Суайд ибн Масхуд айтады: бұл дүниеге тиесілі істері жүрген сайын ақыретке тиесілі істері артқа кеткеніне разы болып жүрген біреуді көрсең, бұл бетімен сайрандап жүргенін сезбеген пенде екенін біліп қой. Амр ибн Ас бір күні құтба оқып жатып, Аллаға ант етейін, пайғамбарымыз аулақ болған нәрселерге мұншалық берілген басқа ел көрген емеспін. Пайғамбарымыздың жанында 3 кісі бар болса, бір нәрсе алуға келгендер, бір нәрсе беруге келгендерден көп болар еді деді. Бір күні Хасан Басри былай деді: уа адамдар, Алланың уағдасы әлбетте хақ. Олай болса, дүниенің қу тіршілігі сендерді қызықтырып алдамасын. Сондай-ақ әзәзіл сұм шайтан да сендерді Алланың кеңшілігіне, шексіз мейіріміне құр үміт арттырып алдап соқпасын деген аятты оқығаннан кейін, бұл дүние сендерді алдамасын деп кім айтып жатыр? Дүниені жаратқан және сондықтан оны бәрінен жақсы білген Алла айтып жатыр. Бұл дүниемен әлек болып қалмаңдар. Бұл дүние қатты алдайды. Пенде өзін әлек қылушы бір есік ашса, оның артынан өзінен өзі әлек қылушы 10 есік ашылады. Байғұс адам баласы адалының сұрағы және арамының азабы бар бұл дүниеге разы секілді. Шынында, байлығын адалдан тапса,
сыраққа тартылады, арамнан тапса азапқа ұшырайды. Адам мал-мүлкін аз көргенімен жақсы істерін аз көрмейді. Дініне келген бәлеге мән бермейді, бірақ дүниесіне келген бәлеге қайғырады. Омар ибн Абдул-Азиз оған жауап жазады: сәлем саған, сен дүниеде жүргендейсің, бірақ еш бар болмағандайсың. Сен ақыретте жүргендейсің, және тағы да сол жердесің. Фудайл ибн Яз дүниенің кіруі оңай, шығуы қиын деген. Бір әулие кісі өлімді анық біліп тұрып, қуанған кісіге таң қаламын. Тозақты анық біліп тұрып, күлген кісіге де таң қаламын. Тағдырды анық біліп тұрып, ашкөзді қылғандарға да таң қаламын деген. Бір күні 200 жастағы нажрандық қария Әзірет Мағауиямен амандасқалы келді. Әзірет Мағауия одан бұл дүниені қалай бағалағанын сұрады. Қария апат пен құрғақшылық жылдары, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған кеңшілік жылдарын, күн-күнді, түн-түнді қуалап келеді. Біреу туылып, біреу өледі. Туылғандар болмаса, пенде ұрпақ жоғалтады. Өлгендер болмаса, дүние адамзатқа тарлық қылмақ, деп жауап берді. Әзірет Мағауия қарияға: не қалауың болса айт, деді. Қария: өткен өмірді қайтара аласың ба, не жақындаған ажалды қуалай аласың ба, деп сұрады. Әзірет Мағауия: бұған күшім жетпейді, деп жауап береді. Сонда қария Мағауияға: олай болса сенен еш нәрсе сұрамаймын, деп айтты. Дәуіт аттай: уа адам баласы, тілегіме жеттім деп қуанасың, бірақ оған жаның шыққандай болып әрең жеттің. Содан соң жақсы істеріңді басқалары үшін жасағандай кешіктірдің, деген. Бешір айтады: Алладан дүние сұраған кісі қиямет күні оның алдында көпке тартуды сұраған болып саналады. Әбу Хазим былай деген: Алла бұл дүниеде сені қуантатын барлық нәрсеге сені қапаланатын нәрсені қосып қойған. Хасан Басри айтады: пенденің жаны бұл дүниеден 3 түрлі амалмен шығады. Жинаған байлығына тоймайды, тілектеріне жете алмайды, баратын жеріне жетерлік азық дайындай алмайды. Бір ғалымға байлыққа ие болдың дейді. Ол дүние құлшылығынан құтылғандар ғана байлыққа ие болады, деп жауап береді. Әбу Сүлеймен айтады: жүрегінде ақырет болмаған кісілер дүниеге ұмтылған асау сезімдеріне қарсылық бере алмайды. Малик ибн Динар бір күні: бәріміз дүниеге алданып қалдық. Бір-бірімізді жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыя алмай қойдық. Алла бізді бұл жағдайда қалдырмайды. Ол бізге қандай азап жіберерін білсемші, әттең, деген. Әбу Хазим айтады: аз дүние адам баласын көптеген ақыреттік тілектерінен алып қояды. Хасан Басри былай деген: бұл дүниеге мән бермеңдер. Аллаға ант етейін, бұл дүние оған мән бермегендерге ғана пайдалы болған. Алла бір пендесінің жақсылығын қаласа, оған әуелі бірнеше байлық береді. Содан соң бір шамаға шейін бермей тоқтатып қояды. Берген байлығы таусылғанда тағы береді. Пенде дүниеге мән бермесе, оған мол қылып береді. Әулиелердің бірі: уа көк аспанды түсірмей ұстап тұрған Алла, дүниені де ұсташы, маған шабуыл жасамасын, деп дұға қылды. Мұхаммед ибн Мунқадир айтады: адам еш ауыз ашпай, күн сайын ораза ұстаса, еш ұйықтамай түнін ғибадатпен өткізсе, қолындағы мал-мүлкінің бәрін садақа қылып таратса, Алла жолында жихад жасап, Алла тыйым салған нәрселерден аулақ болса, бірақ қиямет күні Алланың алдына әкелінгенде, бұл кісі Алла қор көрген нәрсені жоғары қойды және Алла қадірлеген нәрсеге мән бермеді деп айтылса, оның жағдайы қалай болатынын білесің бе? Кімбіз? Ондай емеспіз. Бәріміз жіберген кемшіліктеріміз және күнәларымызбен бірге дүниені жоғары қоямыз. Әбу Хазим баяндайды: бұл дүние байлығын да, ақырет байлығын да табу ауырлады. Ақырет байлығын табудың қиыншылығы
Ол жақта жәрдем берер ешкімді таба алмайсың. Дүние байлығын табудың ауырлығы болса, қайсы нәрсеге қол соссаң, сенен бұрын иеленіп алған бір күнәһарды көресің. Әбу Хурайра айтады: дүние жер мен аспанның арасында ескі қапшық сияқты асылып тұрады. Алла оны жаратқан күннен жоқ қылатын күнге шейін: уа жаратқан ием, уа жаратқан ием, неге мені бағаламайсың және мен жаққа қарамайсың деп әрдайым Аллаға жалбарынып тұрады. Алла тағала: үндеме, ей, еш нәрсеге арзымаған дүние деп жауап береді. Абдулла ибн Мүбәрәк былай деген: бір жағынан дүние сүйіспеншілігі, екінші жағынан жасалған күнәлар жүректі қоршап алған. Жақсылық оған қай жақтан кірмек? Уахып ибн Мунабих айтады: дүниенің қайсы бір нәрсесіне көңілі қуанған кісі данышпандықтан ажырайды. Асау тілектерін жеңе алған пенде шайтанды көлеңкесінен аулақтатқан болады. Жасаған істері нәпсісіне үстемдік қылған адам жеңіске жетеді. Бешірге пәленше кісі өлді деп айтқанда, ол бұл дүниеде жинаумен ақыретке көшті, өзіне өзі жаман қылды деді. Ол мына істерді жасады деп, ол кісінің жасаған бірнеше жақсылығын айтты. Бешір дүние жинаудың артында жүргеннен кейін олардың ешқандай пайдасы жоқ деді. Бір әулие былай деген: дүние бізді жек көргеніне қарамай, біз оны сүйеміз. Егер ол бізді сүйгенде, қалай қылмақ екенбіз? Бір данышпаннан дүние кімдікі деп сұрайды. Данышпан оның артынан түспегендердікі дейді. Ақырет кімдікі деп сұралғанда, оны қалап оған ұмтылғандардікі деп жауап береді. Тағы бір данышпан: бұл дүние қирағандардың мекені, оған бекем жайғасып алғандардың жүрегі одан да жаман қираған. Пейіш жақсы қаралған үй, оны іздеген жүрек одан да жақсы жай. Жунайд Бағдади айтады: имам Шафиғи бұл дүниеде ақиқатты айтқан муридтерден еді. Ол бір мәрте мүмін бауырына Алла тағала жөнінде айтып беріп жатып, оны Алладан қорқуға шақырды. Уа бауырым, бұл дүние тайғақ, жаман жер, көркем жайлары қирайды. Онда тіршілік еткендер мазарға қарай бара жатқан жолаушылар. Оның соңы хаоспен аяқталады. Байлығыңның соңы кедейлік. Ол жердегі молшылық жұт, ал кедейлікте молшылық бар. Алладан қорық, оның саған берген ризығына разы бол. Уақытша дүниеден мәңгілік дүниеге дайындықсыз көшпе. Өйткені сенің өмірің уақытша көлеңке, құр қиялдардан аулақ болып, жақсы істерді көп жаса. Ибрахим ибн Адхам бір кісіге: түсіңдегі бір дирхамды қалайсың ба, не ояу кезіңде қолыңа тиген бір динарды қалайсың ба деп сұрайды. Ол кісі: әлбетте, ояу кезімде қолыма тиген бір динар артық деп жауап береді. Ибн Адхам әлгі кісіге: дұрыс айтқан жоқсың. Өйткені бұл дүниеде жеткің келген нәрсенің бәрі түсіңде алуды қалаған нәрселерге ұқсайды. Ал енді сен таңдамаған ақырет істері ояу кезіңде алғың келген нәрседей деп жауап берді. Исмаил ибн Аяш айтады: сенің достарың дүниені ұрғашы шошқа деп атады және «Ей ұрғашы шошқа, бізден алыс тұр» деді. Бұдан да жаман ат тапса, дүниені сол атпен атаушы еді. Кахбул Ахбар дүниеге өте беріліп, оған және онда тіршілік етушілерге құл боласыңдар деп айтқан. Яхия ибн Муаз айтады: төмендегі 3 түрлі кісі ақылды. Дүние одан теріс қарап кеткенде, одан бет бұрғандар. Ішіне кіретін мазарын дайындағандар. Алдына баратын жаратқанның разылығын тапқандар. Дүние өте жаман. Оған есіл дертіңмен кіріп кету былай тұрсын. Оның сағынышы да сені Аллаға ғибадат жасаудан алып қояды. Бәкір ибн Абдулла: дүниеге дүниемен қарсы тұруды қалағандар, сабанмен от өшіруге әрекет жасағандардай деген. Әзірет Әли айтады:
Дүние мына 6 нәрседен тұрады: тамақ, сусын, киім, үй жануары, некеленушілер, жақсы иістер. Тамақтардың ең бағалысы бал, шынында ол шыбынның тамағы. Сусындардың ең бағалысы су, бірақ оны жақсы жаманның бәрі ішеді. Киімдердің ең бағалысы жібек, бірақ оны құрт тоқиды. Үй жануарларының ең бағалысы ат, оның үстінде кісінің жаны қиылады. Некеленушілердің асылы әйел, бірақ зәр шығаратын жеріне зәр төгіледі. Әйел ең көрікті жерін сәндейді, бірақ оның ең жаман жеріне құмар артады. Жақсы иістердің ең бағалысы миск, ол қаннан жасалады. Фәни өмір туралы. Бір ғалым былай деген: уа адамдар, ойланып іс жасаңдар. Көкіректеріңде әрдайым Алладан қорқу сезімі болсын. Дүниені тіреп тұрғандай, құрғақ қиялдарға беріліп, өлімді ұмытып қалмаңдар. Дүниеге еш сенбеңдер, өйткені ол өтірікші, көздеріңді бояп, бастарыңды айналдырады және ұнамды көрініп, өзіне тартады. Ол қияли келін сияқты көрінеді. Көзқарастар оған қадалып, жүректер оған тартылып, нәпсі оған ғашық болады. Ал қаншама ғашықтарының қанына кінәлі болып, оны сүйген қаншама пенделерді етбетінен құлатқан. Оған шындықтың көзімен қараңдар. Ол сансыз бәлелердің мекені және оны жаратқан өзі жек көрген. Оның жаңасы ескіреді, мүлкі қолдан кетеді, қадірлісінің бағасы түседі, көбі азаяды, сүйіспеншілігі өледі, жақсылығы жоқ болады. Ойланыңдар, Алла одан жақсысын берсін. Бір күні сендер жөнінде пәленше қайғыға батты, не қатты ауырып жатыр, ауруының дауасы бар ма екен, не оны дәрігерге көрсетейік пе деп айтылатын ұйқыларыңнан ояныңдар. Содан соң сен үшін дәрігер шақырылады, бірақ айығуыңнан үміт жоқ болады. Сонда пәленше өсиетін айтып, мал-мүлкін есептейді. Содан соң тілден қалып, жақындарымен сөйлесе алмай, көршілерін тани алмай қалады деп айтылады. Шекеңнен мұздай тер шыпылдап, ыңырсып жақындап қалған соңын туралы ойлана бастайсың. Көзің ілінбей, бір нүктеге қадалып, ойлағандарың жақындап қалғанын сезесің. Тілің былдырлап, туысқандарың мен жақындарың жылай бастасады. Бұл ұлың пәленше, бұлар туысқандарың түгеншелер деп, жаныңдағы кісілер де таныстырыла бастайды. Бірақ ол уақытта сен тілден қалған боласың. Сонда Алланың үкімі келіп, жаның денеңнен шығып, көкке көтеріледі. Жақындарың жиналып, кебінің дайындалады. Жаназаң жуылып, кебінге орайды. Енді кіруің, шығуың болмайды. Сені көре алмай жүргендердің көңілі жайланады. Жақындарың мирасыңды бөлісумен әлек бола бастайды. Сен болса жасаған істеріңмен жалғыз қаласың. Демек, жек көруге ең лайықты нәрселердің басында дүние тұрады. Өйткені ол бергенін алады, тарту қылғанын қайта талап етеді. Біреуге жылмая қарағанымен басқа біреуге көз қысады. Біреу үшін жылап жатып, біраздан кейін оған күлгендермен қоса күледі. Жаңа ғана бермекші болып ұстағанын көз ашып жұмғанша қайта даулап алады. Бүгін біреуге тәж кигізіп, ертең оған көр қазады. Кімнің келіп, кімнің кететіні ол үшін бәрібір. Қалғанды кеткеннің орнына қабыл ала береді. Хасан Басри халифа Умар ибн Абдул Азизге жазған хатында былай деген: дүние уақытша қонақ жай, ол мәңгілік жай емес. Алла тағала адамды пейіштен бұл жерге жазасын тарту үшін түсірген. Сол себепті бұл дүниеден сақтан. Әрдайым біреудің қанын төгеді. Оны құрметтеген жаман жағдайға тап болады. Онда мал, байлық жинаған пенде жарлы болады. Ол зияны білінбеген у сияқты. Ол у өлтіреді. Ол жерде жарасын емдеген жараланған кісі сияқты бол. Жараланған кісі ұзаққа созылған азаптан құтылу үшін қысқа уақыттың ішінде емделуге шыдайды.
Бұл ынсабы жоқ алданушыдан сақтан. Ол айла амалмен кісілерді алдайды. Оған азғырылғандар ақыреттен де ұмытады. Бірақ бір күні қатты өкінеді. Оған арбалғандар ешқашан оған байланысқан мақсаттарына жете алмайды. Шаршап шалдығады және ақыр аяғында ол жерден азығы жоқ, арғы дүниеге салып қойған үйі жоқ, көшіп кете береді. Уа мүміндердің басшысы, одан сақтана көр. Одан мүмкін болғанша алыс бол. Өйткені дүниеге берілгендер қуанышқа мүмкіншілік таба алмай, жамандыққа қайғыға батады. Одан пайдалануды қалағандар зиянға ұшырайды. Оның молшылығының артында бір бәле бар. Ол жерде қалу, жоқ болуға қарай қадам аттау болып саналады. Оның қуанышы қайғымен аралас. Келешектің қандай болатыны білінбегендіктен алдамшы үміттер күтіп тұрады. Ақыл есті кісілер ол жерде әрдайым қорқып тұрады. Байлығы қолдан кетерінен қорқады. Басқа келер бәледен қорқады. Егер жаратушысы ол туралы ешқандай мағлұмат бермесе, ешбір мысалмен пенделерін ескертпесе де, ұйқыларыңды оятуға, естен танғандарды есіне келтіруге дүние өзі жетпек. Алла тағала ол туралы ескерткен бірнеше аяттарды түсіріп, оның маңызын түсіндірген түрлі насихаттарын берген. Алланың назарында оның ешбір қадірі жоқ. Жаратылғаннан бері ол жаққа қараған емес. Алла тағала оның барлық қазыналарын кілттерімен қоса пайғамбарымызға ұсынады. Бірақ ол қабыл алмады. Алланың бұйрықтарына қарсы шықпа. Жаратушысы жақсы көрмеген нәрсеге көңіл бөлме, не өз иесі қадірлемеген нәрсені жоғары қойма. Сынақтан өтіп, дәрежелері көтерілсін деп, Алла тағала тақуалы кісілердің қолын жұқа қылды. Алданып мақтана тұрсын деп, оны дұшпандарының алдына жайып қойды. Дүниеге алданғандар, ол жерде өздерін күшті деп санағандар, оны өздеріне тарту етілген сыйлық деп көреді. Және аштықтан қарнына тас байлап жүрген пайғамбарына Алла тағала қалай мәміле жасағанын ұмытады. Риуаяттарға қарағанда Алла тағала Мұсаға былай деген: саған дүниенің жақындығын көрсең, бұл жіберген кемшілігімнің алдын ала берілген жазасы деп біл. Кедейліктің жақындағанын көрсең, тақуалы пенделердей қош келдің де. Уахиб ибн Мунаббих айтады: Алла тағала Мұса мен Харунды Перғауынға жібергенде оларға былай деді: оның дүниелік атағы сендерді қорқытпасын. Оның тізгіні менің қолымда. Менің рұқсатымсыз сөйлейде, көзін жұма да, дем де ала алмайды. Оның көп байлығына да таң қалма. Өйткені байлық бұл дүние өмірінің уақытша шекейі, жолдан адасқандардың нығметі. Перғауын сендерді көргенде, сендердің қолдарыңдағыдай байлыққа жете алмастығын түсінетіндей, дүниені сендерге бергім келсе жай ғана беріп қоймақпын. Мен достарыма әрдайым сондай мәміле жасаймын. Қойшы, қойларын қауіпті жерге жаймағандай, мен де достарымды бұл дүние қызықшылығына батып кетуден қорғаймын. Түйеші шөп өспеген қу шөлде түйелерін жайып өргізбегендей, мен де оларды бұл дүние шөлінен алыс ұстаймын. Әлбетте, бұл әрекетім достарыма мән бермегендігімнен емес, керісінше менің жомарттығымнан өз үлестерін толық алып, марқайып қалсын деп, сондай мәміле жасап жатырмын. Оларға жолыққанда үсті басыңды оңдап түзе, олардың алдында кішіпейіл бол. Менің достарымның бірін қорқытқан кісі маған қарсы соғыс ашқан болып саналады. Қиямет күні мен одан сөзсіз өшімді аламын. Бір күні Әзірет Әли бұлай деп құтпа оқыды: біліп қойыңдар, бір күні сөзсіз өлесіңдер. Содан соң өлгеннен кейін қайтадан тірілесіңдер. Бұл дүниеде жасаған істерің ине жібіне шейін тексеріледі және олардың сауап жазасын тартасыңдар. Бұл дүние өмірі сендерді алдамасын. Өйткені ол бәлеге оранған, уақытша және жалған дүние. Ондағы барлық нәрсе уақытша.
Ол біреуден екіншісіне қалады. Бұл дүниеде қоқыстан келген кесел-кесапаттан қорғана алмайсың. Бұл дүниеде нәпсіңнің қалауларына еріп, бейбас өмір сүруді Алла тағала айыптаған. Дүние кейде бар да, кейде жоқ. Адамдар дүниенің нысанасы. Оларды бір-бірден теріп өлтіреді. Бәрінің ол жердегі уақыты белгілі, үлесі өлшеулі. Уа Алланың құлдары, бұл дүниеде сендердің жағдайларың сендерден бұрынғылардан өзгеше емес. Олар сендерден де ұзақ өмір сүрген, сендерден де күшті патшалық жүргізген, сендердікінен де ұмытылмас және мықты естеліктерді қалдырған. Бірақ күні келгенде ұзақ жылдар сақталған естеліктері естен шықты. Өздерінің сүйектері шіріді, керемет ұнамды сарайлары қирады, іздері өшті. Қорғандармен қоршалған хан сарайлардан, жібек төсектерден, үсті тастармен жабылған, асты тас қабірге көшті. Мазарлар ескі үйлеріне жақын, бірақ оның ішіндегілер жападан жалғыз. Бұрынғы жайларының жаңа тұрғындары олар туралы ойламайды да. Оларды бұрынғыдай салтанат, той да жоқ. Жақын жерде жайғасқанына қарамай, дос жарандай бірі-бірімен қатынаспайды. Олардың арасында қандай көршілік қарым-қатынас болмақ? Денелерін құрт-құмырсқа жеп қойған. Бір уақыттарда тірі жүрсе де, енді өлік. Жалындап жанды жүрді де, енді жансыз денелер жатады шашылып. Жақындарын бозатқан күйі топырақтың астына кіріп кетті. Әттең, енді қайта қайту жоқ. Құранда айтылғандай, олардың қайта қайтуы өліктің аузынан шыққан еш жүзеге аспайтын сөз. Қайтадан тірілетін күнге шейін шыға алмас тосқауылдың артында. Алла тағала былай деген: кімде-кім зәредей жақсылық жасаса, соның қарымын алады. Ал кімде-кім зәредей жамандық жасаса, соның жазасын тартады. Тағы бір аятта былай деп айтылады: қиямет күні әр адамның алдына өзінің амал дәптері қойылады. Сол кезде дүниеде күнәға белшесінен батқан күнәһарлардың амал дәптеріне жазылған күнәләрін көріп, есі шыққанын көресің. Сонда олар аһ ұрып, құрыдық, мынау өзі қандай дәптер? Үлкенді-кішілі бірде-бір сөзді де, істі де қалдырмай, не істесек те, не айтсақ та бәрін жіпке тізгендей етіп жазып алыпты ғой, дейді. Міне осылайша олар дүниеде не істеп, не қойған болса, соның бәрі алдарынан шығады. Раббың ешкімге әділетсіздік жасамайды. Алла тағала бізді және сендерді Құран кітабының бұйрықтарына лайықты өмір сүріп, оның достарының жолында жүруді және аяғында өз мейірімімен бәрімізді пейішке кіргізуін тілеп дұға қыламыз. Бір данышпан былай деген: күндер оқ, кісілер нысанаға ұқсайды. Дүние әр күні үздіксіз оқ жаудырады. Денеңнің еш жерін қоймай, шұрық тесік қылады. Күн мен түн алмасып, өмір өтіп жатқанда, денсаулығыңды қайтып сақтап қала аласың. Өткен күндер сенен нелерді кемітіп жатқанын көре алғаныңда, өткізген әрбір күніңнен шошып, уақыттың өтуі сені ауыр қайғыға салмақ. Бірақ Алланың ісі пенденің еркінде емес. Омар ибн Абдул Азиз бір құтбасында былай деп айтады: сендер бұл дүниеде мәңгілік қалу үшін емес, бұл дүниеден арғы дүниеге көшу үшін жаратылғансыңдар. Уа Алланың құлдары, бұл дүниеде жеп ішкендерің, қиындыққа шыдағандарыңа сай. Қолдарыңа тиген әрбір нығмет сендер ажыраған басқа бір нығметтің орнына келеді. Қай жаққа сапар тартып бара жатқандарыңды және мәңгілік өлкелерің қайда екенін жақсы біліңдер. Әзірет Әли бір құтпада жамағатқа былай деген: уа мүміндер, сендерді тастап кеткен дүниенің артынан түспеуге шақырамын. Сендер оның артынан қанша жүгірсеңдер де, ол сендерді тастап кетеді. Мақсатқа жету үшін қанша уақыт керектігін және кімнің қанша өмірі қалғанын ешкім білмейді. Дүниеге берілгендер көзі өткенше оның артынан жүгіреді.
Бұл дүниенің қиыншылықтарына қайғырмаңдар, өйткені бір күні ол да бітеді. Оның кеңшілігіне де қуанбаңдар, өйткені ол да бір күні қолдан кетеді. Өлім қуалап жүргеніне қарамай, дүниенің артынан түскендерге және әрбір іс-әрекеті сол сәтте бақылауға алынып жатқанына қарамай, жасаған істеріңнің нәтижесіне немқұрайлы қарағандарға таң қаламын. Мұхаммед ибн Хусейн айтады: ұлық қасиеттердің, ілім-білімнің және әдептің иелері Алланың бұл дүниеге мән бермегенін, оны өзінің достарына лайық көрмегенін, пайғамбарымыз да одан аулақ болғанын, сахабаларын да оған беріліп кетуден ескерткенін білгендіктен дүниелерін ақырет үшін жұмсады. Дүниеден және зәруліктері үшін ғана алып, басқасына жақындамады. Ұятты жерлерін ғана жабатындай киінді, аштығын басатындай ғана жеді. Бұл дүние уақытша, ақыретті мәңгілік деп білді. Жолаушы секілді өздеріне азық дайындады. Бұл дүниелері қираса да ақыретін тұрғызды. Бір күні барарын біліп, ақыретке кетті. Бұлардың бәріне Алланың жәрдемімен жетті. Алла разы болған істерді жасап, оған ұнамаған нәрселерден аулақ болды. Қанағат қылу. Жарлы қолындағыға қанағат қылып, басқалардың қолындағыға көз салмауы, ешкімге көре алмастық қылмауы және байлыққа қызықпауы керек. Зәрулікке қарай тамақ ас, киім-кешек және бас сұғар үйді жеткілікті деп біліп, бұлардың ең азына және арзанына разы болу, отбасының күндік не айлық мұқтаждықтарын қамтамасыз етуге қанағат қылуы тиіс. Өйткені кедей көп нәрсеге ие болғысы келсе, дүние құмарлық сезімдерге бой алдырса, қолындағыға қанағат қыла алмай, ашкөздікпен адамға жараспас жамандықтарға барады. Негізі, адам баласының табиғатында ашкөздік және қанағатсыздық бар. Пайғамбарымыз былай деген: адам баласының 2 дала толған алтыны болса, үшіншісін аңсайды. Оның көзін топырақ қана толтырады. Алла тағала тәубе жасағандардың тәубесін қабылдайды. Әбу Уақид Лайси айтады: пайғамбарымызға жаңа уақи келген уақыттарда, келген уақиды бізге үйретті. Бір күні оның жанына барсам, маған былай деді: Алла тағала біз пенделерге мал-мүлікті, намаз оқысын және зекет берсін деп бердік. Адам баласының 1 дала толған алтыны болса, екіншісін, 2 дала толы алтыны болса, үшіншісін қалайды. Топырақтан басқа еш нәрсе оның қарнын тойдырмайды. Алла тәубе жасаушылардың тәубесін қабыл алады деп айтты. Әбу Мұса әл-Ашғари бұлай деген: Барат сүресіндей бір сүре түсті. Содан соң Алла тағала тарапынан қайта алынды. Ол сүренің төмендегі бөлігі кісілердің есінде қалды. Алла бұл дінді күшейтеді. Адам баласының 2 дала толы байлығы болса, үшіншісінде сұрамақ. Оның үшін топырақтан басқа еш нәрсе тойдырмайды. Алла тәубе жасаушылардың тәубесін қабыл алады. Пайғамбарымыз былай деген: 2 ашқарақ бар, олар тоймайды. Бірі ілімге тоймайды, екіншісі байлыққа тоймайды. Бұл жерде біз куә болғандай, ашкөздік пен сұғанақтық жаман сипат болғандықтан, Алла тағала және оның елшісі қанағаттылықты мақтаған. Пайғамбарымыз ислам дінін қабыл алған және өмір шартына қанағат қылған кісілерге сүйінші деген. Пайғамбарымыз: бай кедейдің бәрі қиямет күні дүниеде маған зәру, мұқтаждықтарды қамтамасыз ететіндей ғана мал-мүлік берілсінші, әттең деп арман қылады деп айтқан. Тағы бір хадисте былай деп айтылады: байлық мал-мүліктің көптігі емес, көңілдің тоқтығы. Пайғамбарымыз былай деді: Рухул Құддус, Жибриел періште, маған ризығын тауыспай тұрып, ешкім өлмейтінін білдірді. Демек, Алладан қорқыңдар және адалдан табуға әрекет жасаңдар. Әбу Хурайра айтады: Алла елшісі маған: уа Әбу Хурайра, қарның ашқанда саған 1 нан мен 1 кесе су жетті.
дүние тозаққа түссін деген. Әбу Хурайраның тағы бір риуаятында былай деп айтылады: пайғамбарымыз, Алладан қорықсаң, пенделердің ең көп ғибадат жасағаны боласың. Қанағат қылып жүрсең, бәрінің сүйіктісі боласың. Өзіңе қалағанды басқаларға да қаласаң, шынайы мүмін боласың деп айтты. Әбу Аюб әл-Ансари риуаят еткен хадисте пайғамбарымыз ашкөздіктен тыйған. Бір күні бір бәдәуи араб пайғамбарымызға келіп: «Уа Расулалла, маған қысқа нұсқа насихат айтсаң» дегенде, Алла елшісі: «Әрбір намазыңды ақырғы намазыңдай оқы. Ертесі күні кешірім сұрайтын ешбір сөз аузыңнан шықпасын. Басқалардың қолындағы байлыққа көз салма» деді. Ауф ибн Малик аш-Шағи айтады: бір күні пайғамбарымыздың жанында 9 не 8 не 7 кісі тұрғанымызда, Алла елшісі бізге: «Алла елшісіне серт бермейсіңдер ме?» деді. «Уа Расулалла, біз саған бұрын да ант бердік, емес пе?» дедік. Ол тағы: «Алла елшісіне ант бермейсіңдер ме?» деп сұрағанда, біз бәріміз қатарымызбен оған қол беріп ант бере бастадық. Арамыздан біреудің кезегі келгенде ол: «Саған бұрын ант берген едік, енді неге қайтадан ант беріп жатырмыз?» деп сұрады. Пайғамбарымыз: «Аллаға еш нәрсені серік қоспай құлшылық жасауға, 5 уақыт намазды оқуға, алған бұйрықтарға мойынсынуға және ешкімнен еш нәрсе сұрамауға ант беріңдер» деді. Міне, сол оқиғадан кейін сол күні ант бергендер ат көлік үстінен түсіріп алған қамшысын да алып беруді басқа біреуден сұраған емес. Әзірет Омар: сұғанақтық кедейлік, тоқпейілдік байлық, басқаның қолындағыға көз салмаған кісі ешкімге мұқтаж болмайды деп айтқан. Бір данышпан кісіден байлық деген не деп сұрағанда, ол аз нәрсені қалау және жан баға алатындай дүниеге разы болу деген. Мұхаммед ибн Уаси қатқан нанды суға малып жеп отырып, осыған қанағат қылған кісі ешкімге мұқтаж болмайды деді. Суфиян Саури: бұл дүниелердің ең жақсы нәрсе сендерге сынақ болмаған нәрсе. Сендерге сынақ болған нәрселердің ең жақсысы қолдарыңнан шыққаны деген. Ибн Масғуд былай деген: әр күні бір періште былай деп айтады: «Уа адам баласы, саған жеткілікті болған аз байлық сені көпірткен көп байлықтан жақсы». Сумайф ибн Адан: «Уа адам баласы, сенің қарныңның ұзындығы бір қарыстай, оның ішіне неге от түсіп жатыр?» дейді. Бір данышпаннан: «Мал мүлкің не?» деп сұрағанда, ол тоқпейілдік, тұрмыстағы үнемділік және басқалардың қолындағыға көз салмау деген. Риуаяттарға қарағанда Алла тағала былай деген: «Уа адам баласы, дүние түгел сенікі болса да, саған жан бағатындай ғана тимек. Мен саған жан бағатындай дүние бергеннен кейін, қалған дүние байлығыңның есептеуші, жауапкершілігін басқаға жүктеуім саған жасаған жақсылығым болып саналады». Ибн Масғуд айтады: «Біреуің бір нәрсе сұрағанда сыпайылықпен сұрасын, сөзсіз беруің керек деп қоқаңдамасын, оған бөлінген ризық қана беріледі». Әбу Хазимге Әмәуи халифаларының бірі: «Маған қалағаныңды сұрап хат жаз» деп айтады. Әбу Хазим: «Мұқтаждықтарымды құрметті мырзама білдірдім. Бұлардың қайсысын берсе де қабыл алам және бермегеніне қанағат қыламын» деп жазады. Бір данышпаннан: «Ақылды кісі үшін сүйікті және қайғыдан арылуға негіз болатын нәрсе не?» деп сұрағанда, ол: «Ақыл есі орнында болған кісі үшін ең сүйікті нәрсе ақыреті үшін жасаған жақсы істері, ал енді қайғыдан арылтатын нәрсе Алланың тағдырын разылықпен қабыл алу» деді. Тағы бір данышпан: «Әрдайым қайғы тартқандар көре алмастар, ең бақыттылар қолындағыға қанағат қылған тоқпейіл кісілер, қиналмай өмір сүргендер, дүниеге көп мән бермегендер, ең көп өкінгендер, біліміне жарасар іс жасамаған ғалымдар екенін көрдім» деп айтқан.
Әзірет Умар, сөзіме құлақ салыңдар. Алланың байлығының қаншасын өзіме адал санағанымды сендерге айтайын. Бірі қысқы, бірі жазғы 2 киім. Қажылық және умра үшін бір ихрам, және бұдан тысқары құрайыштықтардікіндей зәру мұқтаждықтар. Бұлардан артық кемі жоқ, дүниеге ғана иемін. Аллаға ант етейін, осыншасының да адал еместігін білмеймін. Біз куә болғандай, Әзірет Умар осындай мүлкінің де қанағат қылу керек деген ең аз өлшемінен тектен тыс емес екеніне сене алмайды. Шағби бір хикая айтқан. Аңшы бір торғайды ұстап алады. Торғайға тіл бітіп аңшыдан «Мені не қыласың?» деп сұрайды. Аңшы «Сені сойып жеймін» деп жауап береді. Торғай «Менің етім жұмырыңа жұқ болмайды. Егерде мені қоя берсең, саған 3 нәрсе үйретемін. Олар менің етіме қарағанда сен үшін әбден пайдалы. Сөзімді қабыл алсаң, олардың әуелгісін қолыңда тұрғанда, екіншісін маңдайдағы ағашқа қонғанда, үшіншісін әлгі төбеге қонғанда айтамын дейді. Шымшықтың ұсынысы аңшыға ұнап, оны қоя бермекші болады. Айтар ақылыңды айта бер дейді. Торғай қолыңнан шығып кеткен мүмкіндіктерге қайғырма деп айтады. Аңшы құсты қоя береді. Ол ұшып барып ағашқа қонады да «Болмаған нәрсеге сенбе» деп екінші ақылын айтады. Бұл сөздерден кейін дөңге барып қонып алып «Ей байғұс кісі, егер мені сойсаң, ішімнен әрбірі 20 мысқал, ауырлықтағы 2 дана бағалы інжу шығушы еді» дейді. Бұл сөздерді естіген аңшы қолынан шығып кеткен мүмкіндігіне өкініп, бармағын тістейді. Енді қолынан еш нәрсе келместігін түсінгеннен кейін, енді үшіншісін айт дейді. Сонда шымшық аңшыға «Сен қазір ғана айтқан 2 насихатымды ұмытып қалдың. Енді үшіншісін саған қалай айтайын? Қолдан шыққан мүмкіндікке өкінбе, демедім бе? Сен болса мені қолдан шығарып жібергеніңе өкіндің. Болмаған нәрсеге сенбе деп едім, сеніп қалдың. Менің етім, қаным және жүндерімнің бәрі қосылса да 20 мысқал шықпайды. Содан соң менің қарнымда әрбірі 20 мысқал салмақтағы 2 інжу қайдан болсын деп ұшып кетеді. Бұл хикаяның мағынасы мынадай. Адам баласы шектен тыс ашкөздікке беріліп, ақиқатты аңғара алмай қалғанда болмаған нәрселерге сене береді. Ибн Саммак айтады: басқадан үміт етсең, ол сенің жүрегіңе тұзақ, аяғыңа кісен болады. Адамдардан үміткер болмасаң, аяғыңдағы кісен шешіледі. Абдулла ибн Салям Қағбул Ақбардан ғалымдардың көкірегіндегі ілімді не өшіруі мүмкін деп сұрағанда, ол сұғанақтық, нәпсінің тойымсыз қалауларына мойынсыну және дүниенің артына түсу деп жауап берген. Бір кісі Фудайлдан Кахфтың жоғарыдағы сөздерін түсіндіріп беруін өтінеді. Фудайл оған, пенде бір нәрсені қатты беріле сұраса, діні соның жолында жоқ болады. Нәпсінің тойымсыз қалауларына бойынсынғанда, нәпсі қызыққан еш нәрсесін қолдан шығарғысы келмейді. Содан кейін нәпсің қалаған нәрселердің бәрі сен үшін зәрудей көріне бастайды. Нәпсіңнің қалауларын орындатсаң, ол сенің мұрныңа мұрындық салып, қалаған жағына жетелейді. Сонда сені бас идіріп алады. Сен дүние үшін жақсы көрген кісілеріңе сәлем беріп, ауырса жағдайын сұрап барасың. Әлбетте, оған берген сәлемің де, онымен амандасып барғаның да Алла үшін болмайды. Демек, ол кісіден көп нәрсені күтпеуің сен үшін тағы жақсырақ болмақ. Жұпыны өмір сүрудің артықшылығы. Пайғамбарымыз былай деген: бұл үмбеттің ең қайырлысы жарлылар және пейішке алдымен кіретіндер әлсіздері. Пайғамбарымыз айтады: менің 2 кәсібім бар. Кім оларды сүйсе, мені сүйген болады. Оларды жақсы көрмегендер, мені жек көргендер. Жұпыны өмір сүру және Алла жолында күресу. Риуаяттарға қарағанда Жәбірейіл пайғамбарымызға келіп: уа Расулалла, Алла саған сәлем айтады. Қаласаң сол тұрған тауларды алтынға айналдырайын, қайда барсаң да сенімен бірге болсын дейді, деп айтады.
Бұл ұсынысты естіген Алла елшісі біршама басын жерге салып ойланып тұрып, содан соң Жәбірейілге: «Уа Жәбірейіл, бұл дүние мекенсіздердің мекені және қолында басқа жоқтардың мүлкі. Бұл дүниеде тастап кету үшін байлық жинағандар ақылсыздар», деп жауап береді. Пайғамбарымыздың сөзіне Жәбірейіл: «Уа Мұхаммед, Алла сені сөзге берік қылған», деп разы болады. Риуаяттарға қарағанда Иса жолда бара жатып киіміне оранып жерде жатқан біреуді көреді де: «Уа ұйқыда жатқан кісі, тұрып Алланы зікір қыл», деп оятады. Ол кісі көздерін ашып: «Менен не қалайсың? Мен дүниені оны сүйгендерге тастадым», деп жауап береді. Бұл жауапты естіген Иса: «Олай болса ұйықтай бер досым», деп айтады. Риуаятқа қарағанда Мұса жерде ұйықтап жатқан біреуді көреді. Оның үсті басы, сақалы шаң болып, басына кесек жастанып, киімін жамылып жатыр екен. Соған куә болған Мұса: «Уа жаратқан ием, мына пендең бұл дүниеде құрыған екен», деп Аллаға өтінеді. Алла тағала Мұсаға: «Мен біреуге жақсы көңіл бөлсем, оны дүниеден толық ажыратып қоятынымды білмейсің бе?» деп уахи қылады. Әбу Рафи айтады: «Бір күні пайғамбарымызға қонақ келген еді. Үйден оларға беретін еш нәрсе таба алмай, мені хайбарлық бір яһудиге жіберді. Мұхаммед сенен келесі ереже байына шейін қарызға не ақшаға ұн сұрап жатыр деп айт», деді. Яһудиге барсам, кепілдіксіз бермеймін деп болмай қойды. Қайта келіп пайғамбарымызға оның талабын айттым. Сонда ол маған: «Аллаға ант етейін, мен көкте қалай сенімді болсам, жер бетіндегі пенделердің арасында да сондай сенімдімін. Егер ол яһуди маған ұнын қарызға берсе, уәделескен күні келіскенімізге сай қарызымды беремін. Егер маған сенбей жатса, онда бұл сауыт киімімді алып барып кепілдікке қалдыр», деді. Содан соң мына аят түскен: «Ол кәпірлердің бір бөлігіне оларды сынау үшін берген дүниедегі тіршіліктің жылтыраған сән салтанатына қызығып көзіңді сүзбе. Раббыңның нығметі мен ақыретте беретін ризық несібесі әлде қайда хайырлы һәм баянды болмақ». Алла елшісі бір хадисінде: «Араларыңнан біреу таңертең оянғанда, денсаулығы орнында, атын түнде қалдырғандай жағдайда және уақытша тамағы жанында болса, дүние түгел оған арналғандай болады», деп айтқан. Атаул Хорасани айтады: «Бір пайғамбар жағада бара жатып балықшыны көріп қалады да оған қарап отырады. Ол дарияның бір жеріне бисмиллах деп торын лақтырады. Торына еш нәрсе түспейді. Пайғамбар одан ары бара жатып тағы бір балықшыны көреді. Ол бисми шайтан, шайтанның атымен деп дарияға тор тастайды. Торына өте көп балық түскендіктен тәлтіректеп жатып әрең тартып алады. Бұған куә болған пайғамбар Аллаға жалбарынып: «Уа жаратқан ием, бұл оқиғаның сыры қалай? Екеуі бірдей сенің құдіретіңмен іске асып жатыр ғой», дейді. Алла тағала періштелерге пердені ашып, бұл пендеге екі балықшының менің назарымдағы дәрежелерін көрсетіңдер деп бұйырады. Пайғамбар біріншінің ұлы дәрежесінің жанында екіншінің қор жағдайын көргенде: «Уа жаратқан ием, енді қанағаттандым», дейді. Пайғамбарымыз: «Пейішке кіргенімде ол жердегілердің көбі кедейлер екенін көрдім. Содан соң тозаққа кіріп, ішіндегілердің көбі байлар мен әйелдер екеніне куә болдым», деген. Осы хадистің басқа бір риуаятында былай деп айтылады: «Пейіштегілердің көбі кедейлер екенін көрдім. Байлар қайда деп сұрасам, маған дүние әурешілігі оларды бұл жайға кіруден қалдырды», деп жауап беріледі. Тағы бір риуаятта бұл хадис тозақлардың көбін әйелдер құрағанын көріп, бұларға не болған деп сұрадым. Маған оларды екі қызыл, алтын мен шафран көңілін жаулап алды деп айтылды. Пайғамбарымыз кедейлік бұл дүниеде мүмінге сыйлық деген. Тағы мынадай риуаят бар: Сүлеймен көп байлыққа ие болғандықтан пейішке пайғамбардың ақырғысы болып кіреді. Бай болғандықтан пейішке ақырғы кіретін сахаба Абдурахман ибн Ауф. Басқа бір хадисте оның пейішке еңбектеп кіріп бара жатқанын көрдім деп айтылады. Иса:
бай пейішке қиындықпен кіреді деген. Әхіл бәйт туралы бір хадисте пайғамбарымыз Алла тағала бір пендесін сүйсе, басына кесел-кесапат салады. Оны тағы көбірек сүйсе, бала-шағасыз және мол байлықсыз қалдырады деген. Алла елшісі кедейліктің саған қарай келе жатқанын көрсең, тақуалардың жолын жалғастырып, оған қош келдің де. Ал енді байлықтың саған бағыт алғанын көрсең, бұл күнәларымның бірінің бұл дүниеде берілген жазасы деп айтқан. Мұса Алладан: «Уа жаратқан ием, пенделеріңнің арасындағы достарыңды айтшы, мен оларды сен үшін жақсы көрейін» деп сұрайды. Алла тағала барлық кедейлер деп айтады. Бұл жерде кедейлер деген сөздің қайталануы растау үшін айтылғандай, өте қиын жағдайдағы кедейлер деген мағынаға да келуі ықтимал. Иса: «Мен жұпыны өмір сүруді сүйем және байлықты жек көремін» деген. Шынында ол «Ей байғұс» деп шақырылғанды жақсы көрді. Арабтардың қаймақтары мен байлары бір күні пайғамбарымызға келіп, кедейлерге басқа күнді, бізге басқа күнді белгілесең, олар өздеріне белгіленген күні келсін, ол күні біз келмейік, бізге белгіленген күнде біз ғана келейік, арамызда олар болмасын деген талап қойды. Олар бұл сөзімен Әзірет Біләл, Салман, Сухайб, Әбу Зәр, Хаббаб ибн Арат, Аммар ибн Ясир, Әбу Хурайра және Асхабу Суффа сияқты кедей сахабаларды айтқан еді. Пайғамбарымыз олардың бұл ұсынысын қабыл алды. Өйткені олар кедейлердің иісінен жиіркеніп жатқан еді. Пайғамбарымыз мәселенің маңызын түсінгеннен кейін кедейлер мен байларды бір жерде жинай алмайтындығын біліп, байлардың ұсынысын қабыл алды. Бірақ оны артынан бір Алланың разылығын ғана қалап, Раббыларына ертелі-кеш, яғни таңертең және екінті һәм ақшам уақыттарында құлшылық әрі дұға ететін мүміндермен бірге болуда барынша сабырлық һәм табандылық таныт. Дінді кеңінен жаю жолында септігі тиер деген оймен қу тіршіліктің сән-салтанатына көңіл ауып, оларды көзіңе де ілмей, сондай-ақ жүрегін бізді еске алмайтындай етіп, өзіміз ғапыл қылған, нәпсісінің қалауына ерген, әрі бүкіл ісі шектен шыққан әлдекімге ерме. Оларға ақиқат Раббыларыңнан келген, осынау Құран, ал енді қалаған жан иман келтірсін, қалағаны күпірлік қылсын деп айт, деген аят түскен. Пайғамбарымыз айтады: қиямет күні бір пенде Алланың алдына келінеді. Сендер бұл дүниеде бір-бірлеріңнен кешірім сұрағандай, Алла тағала да ол пендеден кешірім сұрау ретінде былай деген: ұлылығыма ант етейін, дүниеден аулақтатуым сені жаман көргендігімнен емес, керісінше саған одан да бағалы жақсылықтарымды дайындап қойғандығымнан еді. Уа пендем, енді менің разылығыма жету үшін саған тамақ берген, киім кигізгендерді тауып, оларды қолдан ұста. Пейіште олар сенімен бірге болады. Ол күні адамзат кеңірдегіне дейін терге шомылып тұрған болады. Әлгі кісі сап-сап тізілген пенделердің арасынан өзіне жақсылық жасаған кісілерді тауып, қолынан жетелеп, өзімен бірге алып кетеді. Пайғамбарымыз бір күні: жарлыларды жиі-жиі іздеп, оларға жәрдем беріңдер, өйткені олар үлкен артықшылыққа ие, деді. Сахабалар олардың қандай артықшылығы бар деп сұрағанда, пайғамбарымыз: қиямет күні оларға: қараңдар, кім сендерге бір мал тамақ берді, кім сендерге бір киім кигізді, оларды тауып, қолынан жетектеп, тіке пейішке алып барыңдар деп айтылады деп жауап берді. Алла елшісі айтқан: пейішке кіргенімде алдымнан біреудің аяқ басқан дауысын естідім. Қарасам Біләл екен. Пейіштің үстіңгі қабаттарына көз жүгіртіп, үмбетімнің жарлылары мен олардың бала-шағасын көрдім. Уа жаратқан ием, бұлар қандай жағдайда деп сұрадым. Алла тағала маған әйелдердің дәрежесін қызыл, алтын және қызыл жібек түсірді. Байлар болса көп уақыт алған есеппен әлек болды, деді. Содан соң сөзін былай деп жалғастырды: сол кезде сахабаларды іздедім. Абдурахман ибн Ауфты көре алғаным жоқ. Бірнеше уақыттан кейін өзі жылап жаныма келді. Одан: неге артта қалдың деп сұрадым. Маған:
уа Расулалла, Аллаға ант етейін, сенің жаныңа келгенше өте үлкен тосқауылдарға тап болып, сені еш көре алмаймын ғой деген ойға кеттім деп жауап берді. Неге десем, мал-мүлкімнің есебін бере алмай жаттым деді. Абдурахманға қараңдаршы, ол пайғамбарымызбен бірге жүріп, өнегелі өмір өткізген және тірі кезінде-ақ пейішке кіретіні сүйіншіленген 10 кісінің бірі еді. Соған қарамай байлығының себебін сондай қиыншылық тартты. Пайғамбарымыз бір кедейдің жағдайын сұрағалы барып, оның үйінде еш нәрсе қалмағанын көреді. Сонда ол, егер бұл кедейдің нұры бүтіндей жер жүзінің халқына таратылса, бәріне жетпек деген. Алла елшісі бір күні сахабаларға, сөзіме құлақ салыңдар, сендерге пейіштің сұлтандары кімдер екенін айтайын ба дегенде, сахабалар айтыңыз деді. Пайғамбарымыз оларға барлық әлсіз, қадірсіз, беті басы жүдеу, жазы қысы киген бір киімнен басқа иығына іліп алар киімі жоқ, ешкім көңіл бөлмеген адамдар. Бұлар Алланың атымен ант ішсе, Алла өтірікші шығармаған кісілер деп жауап берді. Имран ибн Хусейн айтады, пайғамбарымыз сахабалардың ішінен маған өзгеше көңіл бұрып, жақсы мәміле жасады. Бір күні маған, Имран, біздің назарымызда сенің өзгеше орның бар. Менмен бірге қызым Фатимамен амандасқалы барасың ба деді. Мен, уа Расулалла, атанам саған садақа кетсін, әрине барайын дедім. Сөйтіп бірге жолға шықтық. Фатиманың үйіне барғанымызда есікті қағып, ассалаумалейкум, кіруге рұқсат ба деп үн қатты. Әзірет Фатима, уа Расулалла, келіңіз деді. Пайғамбарымыз жанындағы жолдасымен бірге кіре берейін бе деп сұрады. Әзірет Фатима, ол кім еді деді. Алла елшісі, Имран деп мен айтты. Фатима, сені елші қылып жіберген Алла куә, үстімде бір кементай ғана бар деп айтты. Пайғамбарымыз онымен қалай орану керектігін ишарат қылып үйретті. Әзірет Фатима, денемді кементаймен орасам болады, бірақ басымды немен жабамын деп сұрады. Пайғамбарымыз беліндегі ескірген белбеуін шешіп, оған лақтырды да, ал, мұнымен басыңды ора деді. Содан соң кіруге рұқсат болып, ішке кірдік. Алла елшісі, ассалаумағалейкум қызым, қалай түнедің деп, хал жағдайын сұрады. Фатима, Алла куә, жаным қиналып таң атырдым. Өзек жалғар нәрсенің жоқтығы ауруымды одан бетер күшейтті. Аштық жанға батты деді. Сол кезде Алла елшісінің көздері жасаурап, қызым, қапаланба, Алла куә, 3 күннен бері өзек жалғаған жоқпын. Мен Алланың алдында саған қарағанда қадірлімін. Егер қаласам, Алла маған жайылған дастархан түсірер еді, бірақ мен ақыретті дүниеден артық көрдім деп жауап берді. Сонда қолымен Әзірет Фатиманың иығын ұстап, сүйінші, Аллаға ант етейін, сен пейішке кіруші әйелдердің алдыңғысысың деді. Әзірет Фатима, Перғауынның әйелі Әсия мен Мариямның дәрежелері қандай деп сұрады. Пайғамбарымыз, Әсия өзінің дәуіріндегі әйелдердің, Мариям да өз дәуіріндегі әйелдердің, сен де өз дәуіріндегі пейішке кіруші әйелдердің алдыңғысысыңдар. Үшеуіңнің бірдей қамыстан үйлерің болады. Ол жайда қайғы-мұң, ашу-ыза деген болмайды. Бабаңның ұлының жарлылығына қанағат қыл. Құдай куә, сені бұл дүниенің де, ақыреттің де мырзасы болған күйеуге бердім деді. Әзірет Әлиден риуаят етілгені бойынша пайғамбарымыз былай деген: адамдар кедейлерін қорлағанда, дүниеге құныққанда және алтын ақша жинауда жарысқанда, Алла оларға 4 бәле жібереді. Ашаршылық, патшаның зұлымдығы, мемлекет қызметкерлерінің қиянаты, дұшпандардың қысымы. Әбу Дарда 2 тиыны бар кісінің сұрағы 1 тиыны бар кісінікінен ауыр жүреді деп айтқан. Бір күні Омар халифа Сайд ибн Амирге 1000 дирхам жібереді. Амир үйге қапаланып келеді. Әйелі, жаман нәрсе болды ма деп сұрайды. Амир, одан да жаманы болды деп жауап береді. Бірнеше уақыттан кейін әйеліне, маған ескі шапаныңды алып кел дейді. Әйелі алып келген шапанды сөгіп, бірнешеге жыртып,
Содан соң ақшаны кедейлерге тарату үшін сол шүберектерге бөлістіріп түйеді. Сонда намазға тұрып таң атқанша намаз оқып, көз жасын төгеді де әйеліне: мен пайғамбарымыздың үмбетімнің жарлылары байлардан 500 жыл бұрын пейішке кіреді. Сонда бір бай кедейлердің тобына араласып пейішке кіруге әрекет жасайды, бірақ ұсталып, олардан бөлінеді дегенін естігенмін дейді. Әбу Хурайра айтады: 3 кісі есепке тартылмай тұрып тікелей пейішке кіреді. Киген киімін жуайын дегенімен алмастырып киетін киімі жоқ кісі. Ошағында 2 қазан қайнамаған кісі. Сусын беріңдер дегенде қайсысын қалайсың деп сұралмаған кісі. Риуаятқа қарағанда бір кедей Суфиян Сауридің жанына барып насихатын естігісі келді. Суфиян ол кісіге: кел, егер бай болсаң, сені жаныма жолатпаймын деді. Жарлыларға жақын, байлардан аулақтап тұрғандықтан, оның бай достары: әттең, бізде жарлы болсақ, жақсы болушы еді деп қынжылады. Муаммил айтады: Сауридің жиналысында ең аз көңіл бөлінетіндері байлар, көп мән берілгендері жарлылар болғанын көрдім. Бір данышпан: байғұс адам баласы кедейліктен қорыққандай, тозақтан да қорықса, екеуінен бірдей құтылмақ. Байлықтың артынан жүгіргендей, пейіштің де артынан түссе, екеуіне бірдей жетпек. Жүріс-тұрысында адамдардан ұялғандай, Алладан да қорықса, бұл дүниеде де, ақыретте де бақытты болмақ депті. Ибн Аббас айтады: біреуге бай болғаны үшін құрмет көрсетіп, жарлы болғаны үшін қорлаған кісі қарғысқа ұшырайды. Лұқпан данышпан ұлына: ешкімді киімі ескі деп қорлама, өйткені сенің де, оның да жаратқан иесі бір деген. Яхия ибн Муаз айтады: жарлыларды жақсы көруің пайғамбарлардың мінезі. Олармен жолығып, әңгіме құруды жақсы көргенің тақуа, ізгі жандардың белгілерінен. Олармен әңгімелесіп отырудан қашқаның екі жүзділердің белгілерінен. Ескі діни дереккөздерде айтылғаны бойынша, Алла тағала пайғамбарлардың біріне: саған ашуланып, сені жақсы көрмей қалуымнан сақтан, әйтпесе дүниені басыңа бәле қыламын деген. Әзірет Айша, Әзірет Мағауия, Ибн Амир және басқалар берген жәрдемдерден жинаған 100 000 дирхамды бір күннің ішінде жарлыларға таратып тастады. Сол сәтте өзі киіп жүрген шапаны жамаулы еді. Ол ораза болғандықтан күңі оған: маған 1 дирхам берсеңіз, сіздің ауыз ашарыңыз үшін біраз ет алайын дейді. Әзірет Айша оған: ескертсең берейін деп жауап береді. Өйткені пайғамбарымыз қолда бар нәрсеге қанағат қылып өмір сүруді өсиеттеген еді. Пайғамбарымыз бұл дүниеде өмір сүріп жатқанда оған: егер ақыретте менімен бірге болғың келсе, кедейлердей өмір сүр және байлардан қолдан келгенше аулақ бол. Иығыңа ілген шапаның жамалмайынша ескірді деп лақтырма деген. Бір кісі Ибрахим ибн Адхамға 10 000 дирхам алып келеді. Бірақ Ибрахим оны алғысы келмейді. Алып келген кісі өтініп тұрып алғанда: 10 000 дирхам үшін атымды жарлылардан тізімінен өшіріп тастауымды қалайсың ба? Олай жасай алмаймын деп жауап береді. Пайғамбарымыз ислам дініне кірген және керекті мұқтаждықтарын ғана қамтамасыз еткен өмірде тіршілік еткеніне разы болған кісіге сүйінші деген. Пайғамбарымыз: уа кедейлер, Аллаға шын жүрегіңмен разы болсаңдар, кедейлеріңнің сауабына ие боласыңдар, әйтпесе сауапқа жете алмайсыңдар деп айтқан. Әзірет Омардың риуаят еткені бойынша, пайғамбарымыз: барлық нәрсенің кілті бар. Пейіштің кілті өз жағдайларына разы болып өмір сүрген кедейлерді сүю. Олар қиямет күні Аллаға жақын болады деп айтқан. Әзірет Әлидің риуаяты бойынша пайғамбарымыз Алла сүйген пенде, қолына тиген ризыққа қанағат қылып, Алладан разы болған кісі деген. Тағы бір хадисте: уа жаратқан Алла, Мұхаммедтің отбасына бұл дүниеде жететіндей ғана ризық бер деп айтылған. Алла елшісі:
Қиямет күні бай кедейдің бәрі дүниедегі үлес жан бағатындай берілсеші деп арман қылады деген. Алла тағала Исмайылге көңілі түскен құлдарымның жанынан ізде деп уахи қылды. Исмайыл, уа жаратқан Алла, олар кімдер деп сұрады. Алла тағала тура жолдан адаспаған кедейлер деп жауап берді. Пайғамбарымыз айтады, Алла тағала қиямет күні қайда менің өзгеше пенделерім дейді. Періштелер, уа жаратқан иеміз, олар кімдер деп сұрайды. Алла тағала бергеніме қанағат қылып, тағдырыма разы болған мұсылман кедейлер, оларды дереу пейішке кіргізіңдер деп бұйырады. Сөйтіп олар дереу пейішке кіреді. Елдің бәрі есеп беру үшін ары-бері жүгіріп жүргенде олар жеп-ішіп отырады. Бұл сүйінішті хабарлар Құдайдың бұйрығына қанағат қылған және өз жағдайына разы болған кедейлер туралы айтылады. Бұлардан да жоғары тұрған, дүниеден қол үзген жарлылар бар. Олардың ұлылығы туралы кейінірек баяндаймыз. Қолындағыға разы болу және қанағат қылу туралы бірнеше керемет сөздер айтылған. Қанағат қылудың қарама-қарсысы сұғанақтық және ашкөздік. Әзірет Омар, сұғанақтық кедейлік, тоқпейілдік, байлық. Кім өзіне берілгенге қанағат қылып, басқалардың қолындағыға көз салмаса, ешкімге мұқтаж болмайды деп айтқан. Ибн Масғуд айтады, әр күні бір періште арыштың алдынан адамдарға былай деп үндейді. Уа адам баласы, мұқтаждығыңа жеткілікті болған аз мал мүлік сенің жолдан шығуыңа себеп болған көп байлықтан жақсы. Бір данышпаннан байлық деген не деп сұрағанда, ол аз нәрсені қалап, зәру мұқтаждықтарыңды қамтамасыз ететіндей мүлікке разы болуың деп жауап береді. Риуаятқа қарағанда, Ибрахим ибн Адхам бұрын Хорасанның алдыңғы қатарлы байларынан еді. Бір күні сарайының балконынан айналаға қарап тұрса, көзіне бір кісі түседі. Ол қолындағы тоқашты жеп ұйқыға кетеді. Ибрахим қызметшілерінің біріне әлгі кісіні көрсетіп, ол оянғанда шақырып кел деп айтады. Қызметші оның бұйрығымен біраз уақыттан кейін әлгі кісіні алып келеді. Ибрахим мен әлгі кісінің арасында төмендегідей әңгіме жүреді. Тоқаш жеп жатқаныңда аш па едің? Иә. Сол тоқашты жеп тойдың ба? Иә. Сонда тыныш ұйықтадың ба? Әлбетте. Бұларды естіген соң Ибрахим ибн Адхам, нәпсі осыншалығыма қанағат қылып жатқан болса, мен мұнша дүниені не қылам деп мұңайды. Амир ибн Абдул Қайс тұздалған ноқат жеп жатқанда біреу келіп, уа Алланың құлы, дүниеден алған осындай несібеңе разысың ба деп сұрайды. Амир, саған бұдан да нашарына разы болғандарды айтайын ба дегенде, әлгі кісі олар кімдер деп сұрайды. Амир, ақырет үшін дүниеге разы болғандар деп жауап береді. Мұхаммед ибн Уаси қарны ашқанда бастығынан құрғақ нан алып, суға жібітіп, тұзға малып, жеп тұрып, дүниенің осыншамалығына разы болғандар ешкімге мұқтаж болмайды деді. Әбу Зәр бір күні біреулермен отырса, әйелі келіп, үйде жегенге де, ішкенге де еш нәрсе жоқ, сен болса бұлармен отырсың деп зекиді. Зунун Мисри кәпірлікке ең жақсы кісі сабырсыз кедей деген. Алладан басқаны дос тұту. Алла тағала былай деген, өзгенің де, өзіңнің де обалына қалып жүрген залымдарға сәл де болса, көңілдерің ауып, ықыластарың түспесін, оларға мүлдем көңіл салмаңдар. Әйтпесе, екі дүниеде де отқа күйесіңдер. Шындығында, сендердің Алладан өзге қорғандарың да, қамқор достарың да жоқ. Содан кейін одан да қолдау таппайсыңдар. Икрима, залымдарға көңіл салмаңдар дегенді, олармен серіктесіп, іс жасамаңдар деп түсіндірген. Аятта барлығынан мүшриктер және бұзылған мұсылмандармен ымыраға келуден тыйған. Нисабури тәпсірінде ғалымдар бұл аятта тыйым салынған көңіл салмауды, залымдардың іс-әрекетіне разы болу, олардың жолын басқаларға мақтау, дәріптеу,
олардың әрқандай жаңылыс істеріне серік болу деп көрсетеді. Бұл көзқарастар бойынша қайсы бір зиянның алдын алу не уақытша пайда үшін залым басшыларға тілену аятта тыйым салынған көңіл салмау мағынасына жатпайды. Пайғамбарымыз адам досының дінінде болады. Әрбір пенде кімді дос ұстанғанын жақсы білсін деген. Риуаяттарға қарағанда пайғамбарымыз жақсы дос әтір сатқан саудагерге ұқсас. Ол саған әтір тарту етпесе де жақсы иісі сіңеді. Жаман дос көрік басқан кісіге ұқсас. Жаққан оты сені күйдірмесе де түтініне ысталасың деген. Алла тағала былай деген: Алладан өзгені ие тұтқандардың мысалы бейне бір өзіне тордан ұя салған өрмекшіге ұқсайды. Анығында ұя біткеннің ең осалы өрмекшінің ұясы. Олар осынау ақиқатты білсе ғой. Алла елшісі байға байлығы үшін құрмет көрсеткен кісі діннің 1/3-нен айырылады деп айтқан. Тағы бір хадисте күнәһар кісі мақталғанда Алла тағала ашуланады және сол себептен аршы тітрейді деген. Алла тағала былай деп айтқан: күндердің күнінде барлық адамдарды өздері пір тұтқан пәруарларымен бірге шақырамыз. Кімде-кім бұл дүниеде ақиқатқа бастайтын нағыз жолбасшыға ерсе, һәм соның нәтижесінде ақыретте амал дәптерін оң жағынан алса, ондай бақытты жандар дәптерлерін қуана-қуана оқиды. Һәм игі істерінің қарымын алуға келгенде титтейде әділетсіздікке ұшырамайды. Нәтижеде кімнің амал дәптері оң жағынан берілсе, ол көңілі тасып, қане келіңдер, оқыңдар, мінекей менің амал дәптерім. Шынтуайтында мен дүниеде істеген істерім жөнінде есеп беретініме имандай сенген едім дейді. Ол енді көңіліне өте ұнайтын, мәңгілік бақытты өмірге қадам басады. Сондай ғаламат жәннат бақшасында. Мәуелеген миуалары қол жетім жерде тұрады. Онда оларға былай деп үн қатылады: өткен күндерде істеп, осы жерге жолдаған игі де сауапты істеріңнің қарымы ретінде тәбетпен ішіңдер, жеңдер, ас болсын. Ал амал дәптері сол жағынан берілгенге келсек, былай деп аһ ұрады: әттең, маған амал дәптерім берілмей-ақ қойғанда ғой. Жер алапат сілкініспен сілкінген кезде, сондай-ақ жер қойнындағы бар жүкті сыртқа ақтарып тастағанда, адам баласы бұған не болды деп зәре-құты қалмай шошыған кезде, міне сол күні жер үстінде бұрын-соңды болып өткен бар істің хабарын түп-түгел баяндайды. Өйткені Раббың оған бұларды, яғни кімнің не істеп, не қойғанын уахи арқылы білдіреді. Сол күні адамдар дүниедегі жақсы жаман істерінің нәтижесі өздеріне көрсетілу үшін қабірлерінен шығып топ-топқа бөлініп бет алады. Ендеше кімде-кім зәредей жақсылық жасаса, соның қарымын алады. Ал кімде-кім зәредей жамандық жасаса, соның жазасын тартады. Ибн Аббас жоғарыдағы сүренің жер қойнындағы бар жүкті сыртқа ақтарып тастағанда деген мағынадағы аятына түсіндірме бергенде, жер терең қабатынан бері дірілдеп, ішінде көмілген барлық өліктерді және қазыналарды сыртқа тастайды деп айтқан. Әбу Хурайрадан риуаят етілгені бойынша, пайғамбарымыз міне сол күні жер үстінде бұрын-соңды болып өткен бар істің хабарын түп-түгел баяндайды деген аятты оқығанымызда, оның айтқан хабарлары не екенін білесіңдер ме деді. Сахабалар Алла және оның елшісі жақсы біледі деді. Пайғамбарымыз жер жүзінің хабарын айтуы әрбір құлдың және күңнің жасаған істері туралы куәлік беруі деп жауап берді. Табаранидің айтуы бойынша пайғамбарымыз: жерден сақтаныңдар, өйткені ол сендердің аналарың. Сондай-ақ ол үстінде жасалған жақсы іс бола ма, жаман іс бола ма, ол турасында айтып шығады деген. Сүр үрлеу, қорқыныш, қабірден тұру. Пайғамбарымыз қайтып тынышым кетпесін. Сүрдің иесі, сүрді аузына ұстап, құлақ түріп, үрлеу бұйырған күтіп тұр деген. Мұқатилидің көзқарасы бойынша сүр мүйіз сырнай сияқты. Исрафил сырнайды аузына ыңғайлата ұстап тұрады.
Сырнайдың басының кеңдігі жер мен көктің арасындай кең. Исрафил аршыға қарап сырнай шалу бұйырғанын күтіп тұрады. Исрафил сырнайды бірінші үрлегенде жер мен аспандағы барлық жандылар естен танып құлайды. Яғни Алла тағала тірі қалуын қалаған жандылардан басқа бәрі қатты қорыққанынан өліп қалады. Тірі қалатындар Жәбірейіл, Әзірейіл, Микаил және Исрафил. Одан кейін Әзірейіл Алланың бұйрығымен Жәбірейілдің жанын алады. Аяғында жаратушының бұйрығымен Әзірейіл өзі де өледі. Сырнай бірінші үрленгеннен кейін өлген жандылар 40 жыл солай қалады. 40 жылдан кейін Алла тағала Исрафилді тірілтіп, оған сырнайды екінші мәрте шалуға бұйырады. Бұл туралы Құранда былай деп айтылады: сүр үрленеді, сонда Алланың өзі қалаған тіршілік иелерінен басқа күллі аспан әлеміндегі және жердегі бар тіршілік сұлық түскен бойда жан тапсырады. Содан кейін ол тағы бір рет үрленеді. Сол-ақ екен, өлелердің барлығы қабірлерінен түрегеліп, бір жағынан аң-таң болысып, бір жағынан енді не болар екен деп уайымға салынып, тікелерінен тік тұрған күйде жан жақтарына жалтақтап қараумен болады. Алла елшісі былай деген: маған пайғамбарлық берілгенде сырнай иесі келді. Ол сырнайды аузына ұстап, бір аяғын алға, бір аяғын артқа қойып, сырнайды үрлеу бұйрығын күтіп тұрады. Сырнайдың үрленуінен қорқыңдар. Қабірлерінен тұрарда алғашқы естен танғандағы қорқыныштың әсерінен шыға алмаған және өздері туралы жақсы үкім беріле ме, не жаман үкім беріле ме, біле алмай абыржып тұрған жандардың үмітсіздігін ойлап көрші. Олардың арасында болсаң, сенде не қыларыңды білмей сасып қалар едің. Тіпті жер жүзіндегі жандылардың ең беделдісі болсаң да, басқалар сияқты ауыр қиыншылықты басыңнан өткізесің. Жер жүзіндегі патшалар сол күні бәрінен бейшара, бәрінен қор жағдайда болып, елдің табанының астында қалады. Сол кезде барлық жабайы жануарлар бастарын жерге салбыратып, басқа жандылармен араласып, таулардан және шөлдерден махшар алаңына бет алады. Сырнайдың үні хайуанаттарды махшарға айдап, бұрын адамзаттан қашып жүргенін оларға ұмыттырады. Алла тағала бұл туралы былай деген: жыртқыш аңдар қойдай иіріліп Алланың құзырына жиналған кезде. Сонда жағдайдың қорқынышын сезген қыңыр кәпірлер мен шайтандар есі шығып қорқады. Олар Алланың осы аятын растау ретінде көрінеді. Раббыңа серт, біз оларды шайтандармен қоса қайтадан тірілтіп махшарға жинаймыз. Содан кейін барлығын тізе бүккен күйі жаһаннамның айналасына жинаймыз. Сондағы өзіңнің жағдайыңды ойлап көрші. Содан соң тірілткен барлық жандылар тыр жалаңаш, жалаң аяқ, жалаң бас күйі махшар алаңына айдалады. Махшар алаңы теп-тегіс, аппақ, шексіз кең дала. Онда бас қалқайтатын төбешік те, ішіне кіріп жасырынатын шұңқыр да болмайды. Сырнай бірнеше мәрте үрленгеннен кейін, екінші мәрте үрлеумен бүкіл жандылардың бәрін махшар алаңына жинаған Алла құдіретті және кемшіліксіз. Бұған куә болған жүректердің есі шыға қорқуы және барлық көздердің қорыққаннан бадырайып ашылуы табиғи көрініс. Пайғамбарымыз айтқан: қиямет күні бүкіл адамзат өсімдік өспеген, панасы жоқ, ешқандай белгі қойылмаған, тегіс және аппақ далаға жиналады. Бұл даланы жер жүзіндегі далалар сияқты деп ойлама. Аталуы ғана ұқсамаса, басқа ешбір жағынан ұқсамайды. Алла тағала былай деген: күндердің күнінде жер басқа жерге, көкте басқа көкке айналады. Хам күллі адамзат атаулы, қаххар, күллі болмыстың жалғыз иесі Алланың алдына барады. Ей байғұс адамзат, сол күннің қорқынышына мән бер. Барлық жандылар сол майданда жиналғанда көктегі жұлдыздар төгіліп түседі. Күн мен ай нұры өшіп, барлық жарық көздері өшкендіктен жер бетін түнерген
қараңғылық қаптайды. Адамдар сондай жағдайда болып, періштелердің кейбірі үстінде, кейбірі астында тұрғанда, аспан қирап, талқандалады. Аспанның тас талқаны шыққанда, қандай қорқынышты үн естіледі, кім біледі? Көктегі орасан зор және қатты заттардың талқандалып, кейде сарғайған сұйық жездей болып төгілуі, көктер көлкіген сұйық металға, таулардың әбден түтілген мақтаға айналуы, кісілердің ары-бері сапарлысы және бәріңнің жалаңаяқ, жалаңаш жүруі қаншалық қорқынышты болатынын елестету қиын. Пайғамбарымыз былай деген: адамдар жалаңаяқ, жалаңаш, сүннетсіз болып, құлақтарына шейін терге шомылған жағдайда тіріліп бір жайға жиналады. Бұл хадисті риуаят еткен пайғамбарымыздың жұбайы Әзірет Сауда. Бұл сөздерді естігенде пайғамбарымызға қандай ауыр көрініс, бір-біріміздің барлық жерін көріп тұрсақ, дедім. Ол маған, ол күні әркім өз жағдайымен әлек болғандықтан, бір-біріне қарауға да мүмкіндік болмайды. Адамдар басқа нәрсемен әлек бола алмайтындай деңгейде өз басын ойлап тұрады, деп жауап берді. Қандай қорқынышты күн! Бәрінің ұятты жерлері ашық жүргенімен, ешкім ешкімге қарай алмай қалады. Қайтып қарамақ. Пенделердің кейбірі бауырымен, кейбірі бетімен сүйретіліп жүрсе, басқа біреуге қайтып қарай алмақ. Сахабалардан Әбу Хурайра айтады: бір күні пайғамбарымыз, қиямет күні кісілер 3 топқа бөлініп, махшар алаңына жиналады. Көлікке мінгендер, жаяулар және бетімен сүйретіліп жүргендер болады, деді. Арамыздан біреу: уа Расулалла, 3-ші топтағылар бетімен сүйретіліп қайтып жүреді деп сұрағанда, пайғамбарымыз: оларды аяғымен жүргізген Алла тағала бетімен сүйретіліп жүргізуге де құдіретті, деді. Көзімен көрмеген, әдетте болмаған нәрселерді жоққа шығару адам баласының өзгермес мінезі. Егер кісі бауырымен жорғалап бара жатқан жыланды көрмегенде, аяқсыз жүруді елестете алмас еді. Шынында, аяқпен жүруді көрмесе, пенде үшін ол да мүмкін еместей сезілмек. Сондықтан бұл дүниедегі нәрселерге ұқсамайды, деп, қиямет күні туралы айтылған ғажайыптардың қайсы бірін жоққа шығарудан сақтану керек. Өзіңнің тыр жалаңаш, аянышты жағдайыңды сен туралы жақсы үкім беріле ме, не жаман үкім шыға ма, деп күтіп тұрғаныңды елестет және мұны есіңнен шығарма. Өйткені жағдай өте маңызды. Сонда төмендегілерді де елестет. Адамдар, періштелер, жын шайтандар, жабайы және жыртқыш жануарлар, құстар, тағы да басқалар. Жер мен аспанның барлық жан жануарлары бір жерге жиналады. Жанға жағымды, нұр шашқан күннің ыстығы бірнеше есе күшейіп, жандылардың басына тиетіндей жақындап келеді. Аршының көлеңкесінен басқа ешбір көлеңке болмайды. Ал енді аршының көлеңкесіндегі саяға белгілі бір жақсы істерді істеумен Аллаға жақын болғандардан басқалар кіргізілмейді. Аршының көлеңкесінен кірмей, сыртта қалғандар күннің ми қайнатқан ыстығында естен танғандай болып қиналғаны жүздерінен байқалады. Сонымен бірге ол күндегі жан-жануардың көптілігін елестет. Бір жағынан абыржулы, бір жағынан кейбірі аяғымен басып бара жатса, кейбірі жорғалап бара жатқандықтан бір-бірін таптап өтеді. Жүрек дірілдеткен бұл жағдайға Алланың алдына барғандағы қорқыныш та қосылады. Күннің қайнаған ыстығы, демалудың ауырлығы мен жүректің дүрсілдеп соғуы, дененің әрбір түгінің астынан аққан тер қолқаға жеткен көлге айналады. Әрбір жанды Алланың алдындағы дәрежесіне сай кейбірі тізесіне, кейбірі беліне, кейбірі құлағына шейін, кейбірі толығымен бастан асқан терге көміледі. Ибн Умардың риуаяты бойынша пайғамбарымыз қиямет күні Алланың алдында тұрғанда кісілер құлағына шейін терге көміледі деп айтқан. Әбу Хурайраның риуаяты бойынша пайғамбарымыз қиямет күні кісілер қатты терлегендіктен
Олардың тері жерге жетпіс құлаш сіңеді және адамдардың құлағына шейін көтеріліп, бәрін құшағына алады деген. Басқа бір хадисте Алла елшісі былай деген: адамдар қиямет күні 40 жыл аспанға қарап, тікесінен тік тұрады және тартқан қиыншылықтары себепті өздерін көміп қалатындай терлейді. Уқпа ибн Амирдің айтуы бойынша, пайғамбарымыз қиямет күні күн жер бетіне қатты жақындағандықтан адамдар қатты терлеп, кейбірінің тері қызыл асығына, кейбірінікі балтырына, кейбірінікі тізесіне, кейбірінікі санына, кейбірінікі беліне, кейбірінікі аузына шейін жетеді деген. Пайғамбарымыз бұл сөздерді айтып жатып, қолымен аузын жапты және қолын басының үстіне қойып, кейбірі толығымен терге көміліп қалады деді. Ей бейшара адамзат, махшар алаңына жиналған кісілердің тартатын қиыншылықтары және төгетін тері туралы ойлан. Бұл ауыр қиыншылықтарға шыдай алмағандардың бір тобы Алла тағалаға сыйынып, уа жаратқан ием, тозаққа кіргізсең де мені бұлай қиыншылықпен сарғая күту азабынан құтқар деп жалбарынады. Бұлар әлі есепке тартылғанға дейінгі азапқа салатын қиыншылықтар. Сен де бұл қиыншылықтармен бетпе-бет келесің. Теріңе қаншалықты көмілеріңді әлі білмейсің. Қажылық үшін, Алла жолында күресу үшін, ораза, намаз, мұсылмандардың қиыншылықтарын жою әрекеті үшін, жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыю үшін жүгіріп төгілмеген терлер қиямет күні қорқудан, қиналудан төгіледі және ол жерде көп қиыншылықтарға жол ашады. Адам баласы нәпсіге алданбаса, ғибадат жасап тер төгу және шаршау қиямет күніндегі қиыншылықтан шығуы жеңіл болатынын түсінеді. Өйткені қияметтің ғасырларды қартайтатын күні өте қатал және өте ұзын.